Ассалаумағалейкум. Қажымқан Айтбасов атындағы Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің Абай Құнанбаевтың 75 жылдық шығармашылығына арналған челленджін біз Алматы қаласы Шаңырақ шағын ауданындағы Олимпиада резерв республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі қабыл аламыз. Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей өңірінде дүниеге келген ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, шығыс пен батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Жастықтың оты жалындап, жас жүректері жанған шақ, талаптың аты арындап, әр қиынға салған шақ. Уайымас, үміт көп, ет ауырмас бейнетке, бүгін ертең жетем деп көңілге алған дәулетке. Қайрат пен кәрім жалынбай, ақылмен талапқаймыз. Мен қалайға салынбай, жылы жүзбен жайнасын. Қайратқа сіңіп қақтықпай, жазасын тауып жауласар, қатынша тілмен жаптықпай, майданға шықса жарасар. Жалыны қайтар дененің, үнемі тұрмас осы шақ, талайға кәрі дүниенің бір кетігін ұстап бақ. Досыңа достық қарыз іс, дұшпаныңа адал бол. Асығыс түбі өкініш, ойланып алмақ сабыр сол. Харкен Ахметов атындағы Олимпиадалық резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжіне Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай арналған шығармашылығынан челлендж жолдаймыз.